Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Нободада қосалқа логин ашу бойынша осы видеода сіздерге көрсететін боламын. Яғни біріншіден Нободаға кіреміз. Нободан кіргеннен кейін бізде зарегистрироваться деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін бізде мында имя пользователь сұрайды, пароль, категория организацияны таңдаймыз, және роль, электронный почта, согласие на хранение, обработку персональных данных. Осы жерге біз птичка қоямыз, сосын подписать и отправить. Яғни бірінші имя пользовательға өздеріңіз білесіздер, жазып қойсаңыздар да болады, немесе цифрамен де қойсаңыздар болады, өз еркіндеріңізде. Парольға бізде міндетті түрде леп белгісі, собачка, немесе тағы да басқа белгілер міндетті түрде болу қажет. Яғни біз мына жерде Нобода 2023 долларовый знакты мен алып отырмын. Екінші категория организация, яғни бұл жерде категория организацияда бізде организация образования деген бөлімді таңдаймыз. Яғни оны таңдағаннан кейін бізде мұнда тип организация. Тип организация, егер сіз дошколадан болсаңыз, дошколаға ашсаңыз, онда дошколаны таңдайсыз. Яғни дошколаны таңдайсыз. Екінші мектептен болсаңыз, мына жерде организация среднее образование таңдайсыз. Колледждан болсаңыз, организация технический немесе профессиональный образование таңдайсыз. Егер специализированный организация болсаңыз, специализированный таңдайсыз. Егер специальный организациядан болсаңыз, онда специальный организацияны таңдаймыз. Яғни біз бұл жерде мектепке ашқаннан кейін біз мектепті таңдаймыз. Яғни мына жерде бізде бесіншіде населенный пункт бізде Жетісу облысы. Жетісу облысын таңдаймыз. Яғни бұл жерде әріптестер, егер сіздер Талдықорған қаласынан болсаңыздар, Талдықорғанның 26 мектебі шығады. Егер Текелі қаласынан 8 мектебі шығады. Кешіріңіздер. Келесі Ақсуды, егер Ақсуды таңдасаңыздар, Ақсудың 40 мектебі шығады. Алакөлден болсаңыздар, Алакөлдің 44 мектебі шығады. Ескелді ауданы болсаңыздар, Ескелдінің 30 мектебі осы жерден шығатын болады. Яғни бұл жерде біз Талдықорғанның мектебін қаласын таңдайтын болсақ, Талдықорғанды таңдасақ, бізде Талдықорған организацияда бізде Талдықорғанның мына жерде 26-29 мектебі осы жерден шығады. Яғни біз бүгін Макаренко мектебін ашып жатырық дейік, мысалы, Макаренко мектебін таңдаймыз. Яғни мына жерде рольда біз сотрудник деп таңдаймыз. Яғни біз сотрудникке ашқаннан кейін біз рольға сотрудник деп қоямыз. Яғни электронный почта. Электронды дұрыс толтыруларыңызды сұраймыз. Электрондық пошталарыңыз. Мысалы, мен мына жерде өзімдікін көрсетейін. Мысал ретінде мен өзімдікін енгізгем. Яғни мына жерде согласие бересіздер. Және подписать ететін кезде жаңа сіздер қай кісінің атынан Нободаға жауапты сотрудник ретінде ашып жатқан сол кісінің ЕЦП ключімен подписать етесіздер. Біріншіден, екіншіден, сіздер ол сотрудник сіздерде персоналдың ішінде міндетті түрде тіркелуі қажет. Егер сіздер ол сотрудник персоналдың ішінде тіркелмеген болса, сіз оның атынан логин аша алмайсыз. Яғни сіздер подписать и отправить дейді. Яғни мына жерде сіздер ЕЦП ключ сұрайды. Осы жерге жаңағы сотрудниктің ЕЦП ключін алып, физлицо ЕЦП ключін алып подписать еткеннен мына жерде сіздерде успешно деп шығады. Яғни успешно шыққаннан кейін сіздеріңіз қала бөліміне звондайсыздар. Бөліміне звондап, сол жерден сіздер активация жасатасыздар. Міндетті түрде. Сол себепті қалалық білім бөліміне сол жерде жауапты Нободаға мамандарға хабарласып, сол жерден активировать етіңіздер. Құрметті әріптестер, яғни осы видеода түсінікті болса, сау саламатта болыңыздар.